Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 6-шы сабақта көп таңбалы сандарды арифметикалық амалдармен орындау тақырыбын жалғастырамыз. Бүгін біз көп таңбалы сандарды калькулятордың көмегімен қосуды, азайтуды үйренеміз. Бірінші тапсырмада есептеудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. 14 мыңнан 14 мыңды алсақ 0 болады. 92 мыңнан 8 мыңды алсақ 84 мың болады. 253 мың 457-тен 400-ді аламыз, одан 50-ді, одан 7-ні алатын болсақ 253 мың болады. 405 мыңнан 80 мыңды қосамыз, және 700 мыңды қоссақ 485 мың 700 болады. 789 мыңнан 80 мыңды аламыз, және 9 мыңды алсақ 700 мың болады. 100 мыңға 20 мыңды және 800-ді және 30-ды қоссақ 120 мың 830 болады. Енді 48 мыңға 5 мыңды қоссақ 53 мың болады. Осылай қалғандарында жазып алсаңдар болады, балалар. Енді есіңде сақта, нөлдермен аяқталатын көп таңбалы сандарды ауызша қосу үшін, азайту үшін алдымен оларды класстарға бөліп ал. Және де калькулятор туралы айтыпты. Балалар, сендер мынандай калькуляторды көргенсіңдер ғой, әрқайсының телефондарыңда да калькулятор деген нәрсе бар. Көп таңбалы сандарды есептеуге өте оңай. Үлкен сандармен орындалатын есептеулерді калькулятормен есептеген ыңғайлы. Бұл құрылғыларды қайдан көрдің дейді. Екінші тапсырмада есептеудің қалай орындалатынын түсіндір және тексер дейді. 76.100-ден аламыз 400-ді. Яғни біз 100-дігінен аламыз. Бірақ 100-дігі бұл жерде 76.100, 100-дігі жетпей тұр. Яғни 6.100-ден 400-ді аламыз. Сонда 75.700 болады. 29 мыңға 40 мыңды қоссақ 69 мың болады. 60.700-ден 900-ді алатын болсақ 59.800 болады. 76 мыңнан 29 мыңды алсақ 47 мың болады. 71.400-ден 500 алсақ 70.900 болады. 39.700-ден 400-ді қоссақ 40.100 болады. Енді үшінші тапсырмада тапсырманы орында ғалымдар бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқының 15 жастан асқан тұрғындарының компьютерді меңгеру деңгейін анықтады. Сол уақытта барлық қанша адам мәтін редакциялауды, электрондық пошта қолдануды меңгергенін есепте. Кестеде тағы қандай ақпарат алуыңа болады дейді. Мына жерде мәтінді теру және редакциялауды меңгерген адамдардың саны берілген екен, ерлер, әйелдер, одан кейін электрондық пошта мен интернетте жұмыс істеуді меңгерген адамдар саны берілген, және басқа программаларды меңгерген адамдардың саны берілген екен. Енді біз бұл жерден мәтінді теру мен электронды почта, интернетте жұмыс істеуді меңгерген адамдар санын қосылғанын есептеу үшін 4.126.991-ге 2.493.122-ні қосамыз. Сонда 6.620.113 шығады. Яғни осы уақытта барлығы 6.620.113 адам мәтін редакциялауды, электрондық пошта қолдануды меңгерген екен. Төртінші тапсырмада есептеуді тиімді тәсілмен түсіндір, есепте дейді. Мына жерде 450.035-кен алған 999-ды. Сонда 449.036 шыққан. Оған бірді қосқан кезде 449.035 шыққан. Немесе 450.035-тен 1000-ды алғанда 449.035 шығып тұр. Тура осы сияқты қасындағы есепті шығаруымыз керек. 567.700-ден 99-ды аламыз. Ол үшін біз алдымен одан 1000-ды алып тастасақ болады. 566 мың болады. Одан кейін оған бірді қоса салсақ, сол бізге тиімді тәсіл болады. 765 мыңнан 1999-ды алу үшін біз 765 мыңға 2000-ды ала саламыз да, оған бірді қоса саламыз. Сол бізге тиімді болады. Үшіншісі 467 мыңнан 60.999-ды алу үшін біз одан 467 мыңнан 61 мыңды алсақ, және одан шыққан санға бірді қоссақ, сол бізге тиімді болады. Бесінші тапсырмада есептеулер берілген екен, азайтуды және қосуды тексерейік. 286 мыңға аламыз 80 мыңды және 6 мыңды. 86 мыңды аламыз. Сонда 200 мың болады. 905 мыңға қосамыз 70 мың және 700-ді, яғни 70 мың 700-ді. Сонда 975 мың 700 болады. 100 мыңға 70 мыңды қоссақ 170 мың, оған 200-ді және 40-ды қосамыз, 240-ды. Сонда 170 мың 240 болады. 92 миллионға 80 мыңды қоссақ 92 миллион 80 мың болады.
82 миллионнан 60 миллионды алсақ 22 миллион болады. 56 миллионнан 9 миллионды алсақ 47 миллион болады. Ал енді 6-шы есепте бізге Астана және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын халық саны қаншалықты өскенін калькулятордың көмегімен есепте өзің тұратын жердегі немесе жақын орналасқан қаладағы халықтың санын анықта дейді. 1999 жылы Астана халқы 328.341 болған екен, ал Алматыда 1.130.621 болған екен. Енді қалай өскенін білу үшін біз 2009 жылғы халық санынан 1999 жылғы халық санын алып тастайық. 613.006-дан 328.341-ді алсақ 284.665 адамға көбейіпті. Ал 2019 жылы 1.078.384 адам болған екен. Яғни ол 2009 жылға қарағанда 465.378 адамға көбейіпті. Ал енді Алматыда 1999 жылы 1 миллион халық болса, 1.100.000, 2009 жылы 1.300.000 халық болыпты. Енді алып көрейік. 1.365.632-ден 1.130.621-ді алсақ 235.011, яғни 235.000 адамға үлкейіпті 10 жылдың ішінде. Ал тағы да 10 жылдың ішінде ол сан 489.024-ге көбейіпті. Біз мысал ретінде Орал қаласын алсақ болады. Орал қаласының тұрғындарының саны 236.082 адам. 7-ші тапсырмада бізге 8 таңбалы сан жаз, қандай цифрлар қолдандың, ол цифрлардың ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы сандар құрастыр дейді. Енді біз мысалы 93.718.564 деген санды құрастырдық. Осы 8 таңбалы сан жазғанда біз 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 сандарын қолдандық. Енді осы жерден ең үлкен санды құрастыратын болсақ 987.654.031 деп жазсақ болады. Немесе ең кіші сан ретінде 13.456.789-ды жазсақ болады. 8-ші тапсырмада әріптермен қандай цифрлардың белгіленгенін анықта дейді. Бізге сандар берілген екен. Әріптер берілген, енді сонда санға айландырайық. Мысал ретінде біз Г санына Г санын қоссақ 0 шығады, яғни өзгермейтін сан. Өзгермейтін сан ол бізде 0, 0-ға 0-ді қоссақ 0 болады. Енді екінші санды қарайық. В-ға В-ны қоссаң Б болады, яғни ол өзгеріп тұр. Бұл жерде мысалы 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады ғой, 1-ге 1-ді қоссақ 2 болады. Енді Б-ға Б-ны қоссақ, яғни 2-ге 2-ні қоссақ Д шығады. 2-ні 2-ге қоссақ 4 болды. Енді қараңдар, А-ға А-ны қоссаң В мен Г шығады. В мен Г бізде белгілі. В бізде 2, В бізде 1, ал Г бізде 0. Яғни бұл жерде 10 шығу керек. 10 шығатын сан ол 5. Яғни бұл жерде 5210 қосу 5210 тең 10.420 деген сан. 9-шы тапсырмада қандай есептеулерді ауызша, қандай есептеулерді жазбаша орындауға болатын анықта, өрнектердің мәнін тап, калькулятордың көмегімен есептеуді тексер дейді. Бірінші біз жақшаның ішін орындайық. 702.565-тен 702.000-ді аламыз. Яғни бұны ауызша орындасақ болады, 702.000-дан 702.000-ді аламыз, сонда 565 қалады. Енді 565-ті 5-ке бөлеміз, 113 шығады. Енді 113-ті 3-ке көбейтеміз. Бұны әрине калькулятордың көмегімен есептесеңдер болады. Екіншіде тура солай. 135.496-тан 135.000-ді аламыз. Оны ауызша алсақ болады. 496 шығады. 496-ны 8-ге бөлеміз. 62 шығады. 62-ні 4-ге көбейтеміз. Одан кейінгіде жақшаның кішін орындаймыз. 960.502-ден 60.000-ді аламыз. Сонда 90.502 қалады. Енді 251-ді 0-ға көбейтсек 0 болады. 2-ні 0-ға көбейтсек 0 болады. Яғни бұл жерде 900.502 болады екен. 235.000-ға 745-ті қосамыз. Жазбаша ауызша қоссақ болады, 235.745 болады. Одан аламыз 30.000-ға 5.000-ді қоссақ 35.000 болады. Бұл да ауызша болады. Оны бірақ 0-ға көбейтсек 0 шығады. Яғни бұл жерде бұл өрнектің мәні 235.745 болады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.